Елімізде биылдан бастап алғаш рет әскери дирижерларды дайындауды жүзеге асыруда. Аталған мамандық Алматы қаласындағы радиоэлектроника және байланыс әскери инженерлік институтында ашылды. Біздің қатарымызда арнайы профессионалды білім әскери дирижер деген мамандығы бойынша бітірген офицерлер аз болғандықтан, биылдан бастап 3 үміткеріміз радиоэлектроника және байланыс әскери институты мен Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясында 3 үміткеріміз түсіп, курсант болып оқуда. Әскери дирижер мамандығының алғашқы білім алушыларының бірі курсант Тілек Қойшыбеков. Семей қаласындағы Мұқан Төлебаев атындағы музыкалық колледжді тәмамдап, шығармашылық взводта мерзімді әскери қызметін атқарған. Енді міне әскери институтта білім алып жатыр. Әскери сала мен шығармашылықты алып жүру маған қиындық соқпады. Өйткені мен сарбазда ол қызмет атқардым, келісімшарт бойынша әскери қызметші де ол қызмет атқардым. Сондықтан маған екі саланы алып жүру қиындыққа соқпады. Курсанттар барлығы тәрізді казармаларда тұрып, оқ атуларға қатысып, алаңда сап түзейді. Ал музыкалық білім ошағында курсанттарға дирижерлік өнер үйретіліп, музыкалық аспаптарда ойнау қабілеттері дамытылады. Орта білім мектепті аяқтағаннан кейін Қызылорда қаласындағы Қазанғап музыкалық жоғары колледжіне оқуға түстім. Оқуым аяқталғаннан кейін мен отан алдында борышын өтеуге Семей қаласы 44-193 әскери бөлімінде отан алдында борышын өтеуге бардым. Мен сол әскери бөлімде сабас қызметін өтеп жүрген кезінде бұл мамандық ашылғанын бөлім психологына естідім. Мен мерзімді әскери қызметін өтеудің 3 ай қалған кезде оқуға құжат тапсырып, емтиханнан өтіп, оқуға түстім. Ал бұл мамандыққа барлығын бірдей ала бермейді. Медициналық және дене дайындығынан бөлек курсанттардың бойында музыкаға деген қарым қабілеті мен бейімі де ескеріледі. Әскери дирижерлік мамандығы ашылғанда осыған түсу маған үлкен мүмкіндік деп санадым. Біз әскери адам болғандықтан әскери тәртіп бар. Ал тәртіп бар жерде білім бар. Әскери тәртіп біздің алып жатқан білімімізге пайдасын тигізбесе, кесірін тигізбейді. Менің болашаққа жоспарым осы оқып жатқан мамандығымды жақсы аяқтап, болашақта білікті офицер болу.